Құрметті жақсылар, осы роликті әдейі түсірейін деп шештім. Себебі маған енді ұста болғаннан кейін көрші болсын, туған туысқан болсын, жалпы адамдар осындай ет турағыштарын істемей қалды, бұзылып қалды деп, етті өткізбей жатыр деп, сондай шағымдармен ет турағыштарын маған алып келіп жөндетіп жатады. Көбінесе мына сол жақта тұрған ақ пластик болған, корпусы пластик болған, осыған ұқсас арзаны бар, оның қымбаты да бар, әр түрі бар. Бірақ пластиктен болған осындай ет турағыштарды алып келеді. Олардың бәрінің не ортақ ақау, бұлардың ішінде редукторы пластмасс болады. Редуктордың ішіндегі айланып тұратын шестеренка дейді орысша. Солар шестеренкелерінің бәрі пластмасс болады. Олар сәл жүк түссе, күш түссе, ол пластмасстан болған шестеренкалардың тістері сынып кетеді, желініп кетеді тағыны. Қозғалтқышы айланып істеп тұрса да, редукторы пышақты, мынаның ішіндегі шінекті айландыра алмай, етті турамай қалады. Сол себепті мен өзіме мынандай Каспий магазиннен мынандай ет турағыш сатып алдым. Бұның енді аттары әртүрлі бола береді, бірақ түр сипаты міне осындай. Барлық жері металдан жасалған, тек ұстағышы ғана, бұрағышы ғана пластмасс болмаса, қалған жерінің бәрі металл. Және бұның ішінде қозғалтқышы өте үлкен, сыртқы қораптың ішінде үлкен қозғалтқыш тұрады. Оның жоғарғы жағында металдан болған редуктор тұрады. Яғни ол редуктордың өзі де ішіндегі бүткіл механизмнің бәрі металдан жасалған. Өте бірақ екеуі де Қытай. Мынау да Қытай, мынау да Қытай. Бірақ пластмастан жасалған Қытай ет турағыш, ал мынау металдан жасалған ет турағыш. Айтайын дегенім осы. Ет турағыштарды сатып алардан бұрын осы мынандай темірден болған, металдан жасалған ет турағыштарды алыңыздар деп әдейі түсіріп тұрмын. Себебі пластмастан жасалған ет турағыштар олар ұзаққа бармайды. Ұзаққа өте бармайды. Міне мысалға бұның істеп тұрған кезде даусы да өте жағымсыз. Даусы шәңкілдеп, миыңды ашып береді. Ал мынаның жұмыс жасауы қосқан кезде дыбысы құлаққа жағымды. Мынау сияқты шәңкілдеп, миыңды ашып бермейді. Және мыналардың қозғалтқышы шөткалы болады, ал мыналардың қозғалтқышысы шөткасыз болады. Яғни қозғалтқышы да жақсы. Бұның барлық жері жақсы. Тек бір ғана айыбы салмағы ауырлау. 22 килограмм. Бірақ енді бұның кішілеу түрі де бар. Мен мынау М12 деген алдым. Шамамен бір 60 мыңның шамасында тұрады. М8 дегені бар. Ол бұдан сәл денесі шағындау, салмағы да жеңілдеу болады. И бағасы да арзандау. Бағасы ол М8-дің бағасы шамамен 50 мыңның ол жақ бұл жағында тұрады. Сол М8-ді алсаңыздар үйге, бүткіл өміріңізге, бала шағаңызға жетеді. Айтайын дегенім осы, құрметті жақсылар. Мынандай пластмастан болған. Екеуі де Қытай. Бірақ мынау пластмастан жасалған, мынау металдан жасалған. Осы металдан жасалғанын сәл ақшасы қымбаттау. Мынау мысалға 15 мың шамасында тұрса, ең арзан 15 мыңнан басталады. 14-15 мыңнан басталады. Ондайға мүлдем жоламаңыз. Қымбаттарына да жоламай қойыңыздар. Ол да іші бәрі пластмасс. Осындай, түрін көріп алыңыздар. Осындай металдан жасалғанын алыңыздар деп сіздерге ұсыныс, ұста есебінде сіздерге бұлай ұсынып жатырмын. Және алатын кезде тексеріп алыңыздар. Бұлардың да заводтық брактары болып қалуы мүмкін. Міне. Осымен ролик аяқталды. Келесі жолыққанша аман сау болыңыздар.